Балаларға берілетін жәрдемақы қай өңірде екі есеге артпақ? Көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы қаншаға артпақ? Ол қай уақытта қолға алынуы мүмкін? Сондай-ақ қоныс аударушыларға берілетін жәрдем көлемі де артуы мүмкін бе? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Солтүстік Қазақстан облысында демографияны жақсарту үшін жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдерді көбейтпек. Оның ішінде облыста жылу беру маусымы 222 күнге созылатындықтан отын мен көмір сатып алуға бір жолғы материалдық көмек бар. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Сенатында өткен үкімет сағатында Ғауез Нұрмұхамбетов айтты. Сенатта өткен үкімет сағатында Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов өңірдің түйткілді мәселелерін тізіп берді. Олар орталық деңгейде шешімдерді талап етеді. Мәселен, еліміздің солтүстігінде демографиялық жағдай қиындап барады. Соңғы 10 жылда халық саны 45,8 мың адамға, оның ішінде ауыл тұрғындары 63,8 мың адамға азайып кеткен. Бала туудың төмендеуі, жалақының төмендігі, ауыл тұрғындарының азаюы және урбанизацияның болмай қоймайтын үдерісі, жұмыс күші артық аймақтардан азаматтарды көшіру, тұрғын үймен қамтамасыз ету және аймақішілік қоныс аударуға қатысушыларды субсидиялау, жастарға арналған баспана мәселелері де бар, деді Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов. Осы мәселелерді шешу үшін ол жәрдемақылар мен төлемдерге мынандай өзгерістер енгізуді ұсынды. Облыста туу және бала күтімі бойынша бір жолғы жәрдемақыны, облыста тұрақты тұратын 4 және одан да көп баласы бар көп балалы аналарға төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыны 2 есе ұлғайту бойынша әлеуметтік кодекске енгізілген өзгерістер мен пилоттық жобаны қолдану. Жалақыны тұрақты төлейтін әлеуметтік және салықтық аударымдарды жүзеге асыратын әрбір жұмыспен қамтылған жұмыссызға жұмыс берушілерге 2 жыл мерзімге 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде субсидиялар төлеудің жаңа механизмін енгізу. Бұл еңбек қатынастарын көлеңкеден шығарып, жеке сектордағы жалақыны орташа аймақтық деңгейге көтеруді қамтамасыз етеді. Экономикалық ұтқырлық куәлігінің көлемін 1625 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайту, ерікті қоныс аудару ережесіне өзгерістер енгізілсін. Биыл айлық есептік көрсеткіш көлемінің көбейгенін ескертсек, бұл үлкен сома болып шығады. Халықтың әлжуаз топтарына дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша келген жас мамандарға, сондай-ақ көшіп қонушылар мен қандастарға жылына бір рет әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа қағидаларын әзірлеу мүмкіндігін қарастыру. Отын мен көмір сатып алу үшін 35 айлық есептік көрсеткіш сомасы, өйткені облыста жылу беру мерзімі 222 күнге созылады. Еңбек бағдарламасы бойынша тұрғын үйге көшуге құқығы бар тұлғалар санатын облысішілік қоныстандыруға қатысушылар мен толықтыру, жергілікті аймақтық бағдарламаны отбасы банкі арқылы республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру тетігімен толықтыру қарастырылсын. Сондай-ақ Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов көгілдір отынмен қамтамасыз ету өзекті мәселе болып қалып отырғанын атап өтті. Бұл инфрақұрылымның жоқтығы әлеуметті инвесторларды тартуға және облыс тұрғындарының әлеуметтік тұрмыстық жағдайын жақсартуға кедергі болып отыр. Сонымен ұсыныс жасалды, оның қолға алынатын не алынбайтыны алдағы уақыт еншісінде.